Бүгін 1 қараша жаңаөзендік мұнайшы Мақсат Досмағамбетовтің туған күні еді. Тірі болса 41 жасқа толар еді. Бірақ 2011 жылғы Жаңаөзен оқиғасынан соң қамалып, азапталып, соның салдарынан ауыр науқасқа шалдығып қайтыс болды. Бүгін туған күніне орай Мақсаттың еш жерде жарияланбаған сөзін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Құрметті достар, қатысушылар, біріншіден ассалаумағалейкум. Айтайын, өзімді айта кететін болсам, аты-жөнім Досмағамбетов Мақсат Аманұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Осы Қазақстанда туылып өскенмін. Ешқандай Қазақстанға жауыздық я басқа да әрекет ойлаған емеспін. Бұндай болып кететінін мен білген де жоқпын. Маған тағылып қазір айыптар өте ауыр. Оған келіспеймін ешқандай. Мен ондай қылмыскермін деп санамаймын өзімді. Себебі осы жаппай тәртіпсіздік болып кеткеннен кейін мені іздеп келген, әрине ініме оқ тиюіне байланысты мен соның жағдайын білуге кеткенмін. Содан үйге келіп, өз аяғыммен іздеп кеткеннен кейін сол ішкі істер басқармасына өз еркіммен барған. Бірақ барғаным сол қызылдың үстіне түстім ба, өте үлкен ұрып соққыға жығып, әртүрлі әрекеттерге салып, құйтырқы әрекеттерге салып, маған да әртүрлі предложениялар болған, жаңағы 100-ші бапты пайдалану жөнінде. Бірақ мен ол баптарды пайдаланған жоқпын, себебі біреудің үстіне жалған айыпта куәлік етуге мен ол азаматтыққа да я басқа да жауапкершілікке жатпайды деп ойлаймын. Өзімді ұрып-соққан кезде бастапты да медициналық көмекте ешқандай жасалған жоқ бастапқысында. Ұрып-соққан негізі ішіндегі өлсөккебай фельдшерлер нелер көрген, ұрып-соққан үстінің көп болғанында басқа да жағдайлар. Содан 3 күн өтіп медицинаға барған бірақ ешқандай жәрдем болған жоқ. Сол әртүрлі құйтырқы әрекеттер болып, сондай ұрып-соғу істеген өте әртіп жүрген жоқ. Тергеу амалдары бастапты. Сол жаңа қолданып отқан 100-ші баппен келген куәлар өз еркімен келіп 116-шы бапты пайдаланып Қазақстан Республикасы кодексін келіп жауап берген куәлардың аты дәлелденіп, аттары шығып, өздері келіп еркін жауап бергеннен кейін Баженковмен тағы да Жайлыханов дегендер. Мен олардың ұрып-соққанына әрине сенемін. Олардың да өздеріне жақтарында сақтай алмайды. Өздері жұбақ сол жерде барлық шындығын айтқаны. Әрине ол дәл сондай әрекет маған да болған. Бірақ мен қазіргі таңда шағымданғанмын. Финансовый полицияда бас прокуратураның тергеу қолымен құралған сол Ибрагим бастаған тергеуші соларға шағым білдірген, бірақ өкінішке орай қазіргі таңда ешқандай жауап жоқ. Өзім жаңа осындай күш қолданып, қазіргі таңда көп адамның үстіне 100-ші бапты қолданып куәлік етіп отыр ғой, қарайған 37 адамның үстінен айып тағып. Оның бәрін мен ойлаймын, енді өзімнің басына өткеннен кейін бұлардың да сондай әрекетпен жауап алып куәлерден. Сөйтіп осындай жазықсыз адамды осы 5 ай бойы жазалап келген. Енді сот төраға мені өзіңізге айта кететін, осы маған тағылып айыпқа толықтай келіспеймін. Осы мына жалпы оң шешім шығарып, осыған сын көзбен қарап, әрине болған болды, бірақ әрқайсысы осы жерде отырған бір үй шаңырақ иесі бала-шағалы шейіттей. Олардың ата-аналары бар, жол қосып отқан.
соларды ескеріп, болашақта осы отырған 37 азаматшасы бар барлығы болашақта елімізге үлкен үлесін қосады дегенге сенемін. Себебі әрқайсысы әрине әр үйге асыраушы болады, әр үйге ана болады, шығу болады деймін. Себебі ата-анасынан жаман тәрбие ешқашан бала алмайды. Әрқашан ата-ана әр балаға жақсы тәрбие береді. Ол неге береді? Осы 37 адамда дәл сондай тәрбие бар деп сенемін. Болашақта еліміз әлде көркейеді деймін. Мәйтен басқа, сот төрағасы өзімізден әзір шешім болып, осы ақтайды дегенге сенім артамын. Сол айта кететін, өзімізге тапсырдық, алдағы ойына, алдағы да уәде етіп қоямыз. Ақтап шығаруымызды сұраймыз. Бұл аудионы бізге жіберген жер үшін 5 жыл түрмеде отырып шыққан атыраулық Макс Боқай ағамыз. Ер есімі ел есінде деген. Бейбіт күнде биліктің озбырлығынан зардап шеккен, қаза тапқан азаматтарды ұмытпауымыз керек. Материалды дайындаған Дана Сәрсенбай.